Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 83-84 сабақ 3 сынып. Сабақ алдындағы көңіл-күй. Ашып тастап кең сарайын сырымның, өмір жүгін осыдан сен ұғынған. Математика өміріне зор қажет, сондықтан да сырым біл бұл ғылымның. Иә балалар, математикадан алған білімімізді күнделікті өмірде қолданамыз. Математикада әр тақырыпты мұқият ұғынып алғанымыз жөн. Олай болса балалар, математика сабағымызды бастаймыз. Бір таңбалы санға қалдықпен бөлу. Оқу мақсаты: бір таңбалы санға қалдықпен бөлуді орындау. Сабақтың мақсаты: сен бір таңбалы санды қалдықпен бөлуді үйренесің. Бағалау критерийлері: мазмұнды есептерді қалдықпен бөліп шығарады. Санды бір таңбалы санға қалдықпен бөлуді орындайды және тексереді. Саралау тапсырмаларын орындайды. 9 пен 2-нің бөліндісі тең 4-ке. 1 қалдық. 9 бөлінгіш, 2 бөлгіш, 4 бөліндінің мәні 1 қалдық. 17 мен 3-дің бөліндісі тең 5, 2 қалдық. Есіңе сақта: қалдық бөлгіштен кем болу керек. 2-ден 1 кем, 3-тен 2 кем. Есепті шығарыңдар. Шебер 18 моншақты әр қорапқа 6-дан салды. Қанша қорап қажет болды? Ол үшін біз 3 қорапты аламыз, 3 қорапқа 6-6-дан моншақты саламыз. Сонда 18 бөлінген 6 тең 3. Жауабы 3 қорап қажет болды. Шебер 18 моншақты әр қорапқа 4-тен салды. Қанша қорап қажет болды және қанша моншақ қалды? Бұл жерде 4 қорапқа 4-4-тен моншақты саламыз. Яғни 18-ді бөлеміз 4-ке. Тең 4, 2 қалдық қалады. Жауабы 4 қорап қажет болды, 2 моншақ артық қалды. Шешуін тексерейік. Ол үшін бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтіп, қалдықты қосу керек. Яғни 4-ті 4-ке көбейтіп, оған 2-ні қосамыз, тең 18-ге. Жеке жұмыс. Суретін салып есептерді шығар. Ағайынды 2 балаға 10 жаңғақты теңдей бөліп беру керек. Олардың әрқайсысына қанша жаңғақтан тиеді? Қанша жаңғақ қалады? Ол үшін алдымен шартын құрып аламыз. Бала 2, жаңғақ 10, әрқайсысы да қанша жаңғақ екені белгісіз. Шешуі: 10-ды бөлеміз 2-ге тең 5. Жауабы әрқайсысына 5 жаңғақтан тиеді. Дескриптор: есептің шартын құрады, шешуін табады, жауабын жазады. Егер де осы дескрипторды орындаған жағдайда сіздер 2 балмен бағаланасыздар. Ағайынды 4 балаға 10 жаңғақты теңдей бөліп беру қажет. Олардың әрқайсысына неше жаңғақтан тиеді? Қанша жаңғақ қалады? Алдымен есептің шартын құрып алайық. Бала 4-еу, жаңғақ 10, әр балаға қанша жаңғақтан келетіні белгісіз, қалғаны да белгісіз. Ол үшін 10-ды бөлеміз 4-ке, тең 2, қалдық 2. Тексерейік. 2 мен 4-тің көбейтіндісіне қосамыз 2-ні, тең 10. Жауабы: әрқайсысы 2 жаңғақтан алады, 2 жаңғақ артық қалады. Келесі көркем еңбек сабағында балалар 20 қоянның мүсінін жасады. Әр қатарға 9-дан қойды. Қанша қатар шықты? Қанша мүсін артылып қалды? Есептің шартын құрамыз. Қоян 20 мүсіні әр қатарға 9 мүсіннен қойды. Қалды қанша мүсіні белгісіз. Шешуі: 20-ны бөлеміз 9-ға, 2-ден келеді. Қалдық 2-еу. Тексереміз. 2 көбейту 9, қосу 2 тең 20. Жауабы: 2 қатар шықты, 2 мүсін артылып қалды. Дескриптор: есептің шартын құрады, шешуін табады, өрнектің мәнін тексереді, жауабын жазады. Яғни осы дескриптор арқылы тапсырманы орындасаңыздар 3 ұпаймен бағаланасыздар. Өзіндік жұмыс. Кестені дәптеріңе сызып, оны толтыр. Шырша ойыншықтары әр қорапқа 6-дан салынды. Қанша қорап қажет болатынын және қанша ойыншық қалатынын анықта. Ойыншықтар саны 13, қораптың саны 2, қалдық 1. Келесі ойыншықтар саны 15. 15-ті 6-ға бөлеміз, 2, қалдық 3. 19, 19-ды 6-ға бөлеміз, 3, қалдық 1. 22, 22-ні 6-ға бөлеміз, тең 3, қалдық
4. 23 бөлу 6 тең 3, қалдық 5. Дескриптор қалдықпен бөлуді қатесіз орындайды. Егер де осы дескриптор арқылы тапсырманы орындасаңыз, 2 балмен бағаланасыздар. Бір таңбалы санға қалдықпен бөлуді орындау. Оқу мақсатына сәйкес тапсырмаларды орындайсыздар. Әр топ осы тапсырмаларды орындап, тексеріп шығады. Осы тапсырмаларды орындап, дескриптор бір таңбалы санға қатесіз бөлуді орындайды. Яғни орындасаңыздар қатесіз 3 ұпаймен бағаланасыздар. Саралау тапсырмалары. А деңгейі. Яғни бұл жерде мазмұнды есеп берілген, мазмұнның есептің шартын құрып, шешуін, жауабын орындайсыздар. В деңгейі. Амалдарды орындау ретін анықтап, өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есептейсіздер. С деңгейі. Бұл жерде жазу дұрыс болу үшін бос орындарға қалып қойған цифрларды жазасыздар. Қалдықпен бөлуді орындайсыздар. Бүгінгі сабағымызға кері байланыс. Маған қиын болды, толық түсінбедім, бәрі түсінікті болды. Өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырасыздар. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.